Сәлем достар, бұл менің мереке. Мен видео түсірмегелі уже ғасыр жылдар болып кеткен шығар. Бір айдай видео түсірмеппін. Өйткені менде қазір өте көптеген экзамен және мектеп басталды. Олимпиада, ғылыми жұмысқа дайындық болып жатыр. Мүлдем қолым босамай жатыр. Бірақ та енді осы видео эстетичный болмайды. Бірақ та мен бір күнімді қалай өткіземін, кішкене продуктивно өткізуге тырысатын боламын. Сол себепті де видеоны соңына дейін қараңыздар. Еще мен қазір мүлдем видеоны монтаждауға қолым тимейді, уақытым жоқ. Сол себепті де видео дұрыс монтаждалмауы да мүмкін. Қатты мән бермейміз. Енді менде қазір зум аяқталды. Мен қазір бір экзаменге дайындалып жатырмын. Пока что айтпай-ақ қойын. Таказа бітіріп тапсырып алмайынша ентіға дайындалып бастаған жоқпын. Ентіға соңғы 5 айда дайындалайын деп отырмын. Өйткені 4 айда менде басқа пландар болып жатыр. Білмеймін, нишқа подаваться етемін ба, скорее всего ниш деп отырмын. Ал енді потом қазір зум аяқталды. Енді қатты өзіме келесі апта басталған кезде нагрузка жасамас үшін бірден уже мектептің сабақтары, пәндерінің үй жұмыстарын орындауым қажет. Мысалы, мен қазір уже биологияны орындайын деп жатырмын. А потом биологияны орындағаннан кейін reading, IELTS. Мен айтайын ба, осы IELTS-тан reading-нан 9 алу арман сияқты болып кететін болды. Өйткені reading білмеймін, маған өзіме қиын. Басқалар мысалы 9 алған кезде I'm just astonished. Dictionary-ға қарап жүрейікші. Genius бір сөз бар еді ғой қазір. Тауайын. Менде осындай словарім бар. Envious, yeah. I'm envious of that maybe person's result. But, you know, practice makes perfect. Сол себепті әр кезде практика, вообще практис-тест жасап тұру керек. Бұл вообще менің советтерім, ол тек қана IELTS-қа, не болмаса басқа экзаменге ғана емес, определенный. Менің советтерім универсал, барлығына қолдана берсеңіздер болады деп ше. Потом орыс тілін жасауым қажет, кейін кішкене скороговорка айтамыз, чтобы улучшить дикцию, а потом supplemental essay. Сол бойынша видео көруім керек. Айтайын ба, менде writing бойынша I'm not passionate. Менде бір керемет ондай қазақша қайтып айтатын. Ынта жоқ еді writing-ға, бірақ та потом уже менде ашылды. Өйткені барлығы mindset, ойға байланысты. Сол себепті дұрыс ой, позитивно оптимистик болу өте маңызды. Енді қазір не істейміз? Айтайын ба, үнемі практис-тест жасаған кезде анализбен жасау керек. Практис-тест только сенің уровеніңді көрсетеді. Ол НТ болсын, IELTS болсын, SAT болсын. Ол только сенің деңгейіңді көрсетеді. Сен мынадай деңгейде тұрсың деп. Ал енді оны анализбен жасасаң, қай именно өзіңнің ослабить етіп тұрған жеріңді улучшить етсең, вот сол кезде результат болады, сол кезде прогресс болады. Енді да болсын, барлық кезде. Қазақстан тарихынан қиналып жатсың ба, не болмаса математика сауаттылығынан қиналып жатсың ба, больше упражнение жасау қажет, үнемі дайындық болу қажет. Именно өзіңнің слабый местаңмен жұмыс жасау қажет қой, в общем. Енді қазір не істейміз? Қазір биологиядан конспект жазамыз, потом барлық оқыған нәрсені пересказать ету керек. Достар, мен сонша уақыт бойы биологияны іздеп жүрсем, мен биология кітабы алмаған екенмін ғой. Қазір енді компьютерден, в общем, электронный версиясын табамыз да. 2-3 рет оқимыз примерно. И потом уже дүйсенбі күн беді, қашан болады еді, соған дайын тұрамыз. Так, қазір биология. Жоқ, электронный книги деп іздейтін едік қой. Айтпақшы, мен конспект жазып қойған екенмін мына ферменттермен субстраттық әрекеттесу механизмі бойынша. Мен қазір IELTS reading жасадым, но 6 алдым. Білем, неге асыра алмай жатқанымды. Қазір енді видео көретін боламын, 1-2 видео. Потом уже биология. Мен әлі биологияны оқыған жоқпын. Қазір сағат қателеспесем оннан асып кетті уже. Но биологияны жасаймыз, потом үй жұмысын орындау қажет орыс тілінен. Сосын тағы да істейтін IELTS бойынша writing видео сабақ қарау қажет.
'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living